Менің есімім Өтеулина Гүлнұр Таңатарқызы. Осы Ақтөбе ферроқорытпа зауытында 2015 жылы жұмысқа келген болатын. Қазір 10 жыл жұмыс өтілім. Дегенмен де бұл мамандыққа, жалпы өндіріске қызығушылығым бала күннен басталған болатын. Қыз баланың өміріне бұл өндіріс қиын болғандықтан, анамның айтуымен мен химия пәнінің мұғалімі мамандығын аяқтаған болатынмын. Десе де 10 жыл педагог болып жұмыс істей келе, өзімнің балалық арманыма деген қызығушылығым, сол бір балалық арманым орындалмай қалып кетіп бара жатқанын білгендіктен, мен осы өндіріске баруды шешім қабылдадым. Сөйтіп 2015 жылы осы біздің Ақтөбе облысындағы, жалпы Қазақстандағы ойып тұрып орын алатын Қазхром өнеркәсібіне, жалпы Қазхром компаниясына, оның ішінде Ақтөбе ферроқорытпа зауытына жұмысқа келуге бел будым. Сөйтіп өзім резюмемді алып келдім, және іріктеуден өттім, өте жақсы нәтижемен өттім, жұмысқа қабылдады мені. Мен лаборант болып жұмыс жасадым, яғни ол міндетті түрде смен болатын, 12 сағаттық түн, 12 сағат күндіз жұмыс жасау кішкене қиындау болды. Дегенмен де химияға деген құштарлық, химияға деген балалық махаббатым бәрібірде де жеңді деп айтсам болады. Сөйтіп мен осы өндірісте жақсы жұмыс жасауға, алға қарай өз арманыма жетуге жаңағыдай қадам бастым десем де болады. Және өзіме өз жұмысым өте ұнайды. Себебі адам өзінің қалаған жасағанда ғана жетістікке жетеді деп ойлаймын. Дегенмен де мен өндірісте 10 жыл жұмыс жасасам да, мен педагогикадан алыс кеткен жоқпын. Себебі қазіргі бізге келіп жатқан жас мамандар, олардың ары қарай осы өндірістің барлық қыр-сырын түсіндіруге және химияның қаншалықты адам өмірінде маңызы бар екендігін және оның білімді маман болып шығуына өз үлесімді қосып жүргенім бар. Және онымен мақтанып та айта аламын. Қаншама шәкірт тәрбиеледік, әлі де тәрбиелеу үстіндеміз. Жалпы мен осы өндіріске келгеніме еш өкінбеймін. Себебі өте жақсы коллектив ұжымда жұмыс жасаймын. Ұжымда белсенді болуға тырысамын әрқашан. Сонымен қатар профсоюз, яғни кәсіподақ ұйымының мүшесімін және предцехкомымын. Сол орайда қолымнан келгенше жұмысшыларға көмек беруге тырысамын әрдайым. Дұрыс жол таңдауға, жалпы көмек беруге тырысамын әрдайым. Өз ақылымды айтуға тырысамын. Сол ұжым өте маған қатты ұнайды. Барлығымыз жаңағы бір өлең жолдары бар ғой, бір үйдің баласындай деп, сол айтпақшы, бір үйдің баласындай тату тәтті бір-бірімізге қол ұшын бере отырып, үлкен ұжымда жұмыс жасағаныма қуаныштымын. Жұмысым жалпы таңертең, қазір мен инженер-химикпін, лаборанттық жұмыстан өстім, яғни өсу карьерасы бойынша мен қазір аналитикалық бақылау дейді ғой, инженер-химигі болып жұмыс жасаймын. Яғни осы бізге келетін өнімдердің сапасын анықтаймыз, және біздің жалпы лаборанттардың жұмысының ең бір маңыздылығы, біз әрбір берген сандық талдауымызға өте ұқыптылықпен, жауапкершілікпен қарап, және ол санның нақты болуы біз үшін өте маңызды. Себебі ол
сан арқылы біз металды экспорттаймыз деген сияқты, және әрбір осы металды шығаруға қатысты цехтар, олардың әрі қарай жұмысының жүруіне ықпал жасаймыз десек те болады. Сондықтан біздің жұмысымызда білімді болу ол өте маңызды, жауапкершілікті болу өте маңызды, және ұқыптылық. Бұл осы нәрсе ұштасқан кезде лаборант мамандығы өте жақсы жеңіске жетеді деп ойлаймын. Бір организм сияқтымыз ғой, егер заводты біз адам ретінде қарайтын болсақ, біз лаборанттар, жалпы лаборатория ол жүрегі деп айтсам да болады заводтың. Себебі біздің жұмысымыздың қаншалықты металл шығарылады, бірақ ол металдың әрі қарай қандай сапада, қалай сатылуына, немесе қандай дәрежеде болуын лаборанттың міндетті түрде үлесі бар. Адал еңбек деген өзі аты айтып тұрғандай, әрбір адам өзінің еңбегін адал жасау керек. Яғни оған қажетті білім міндетті түрде алу керек. Ол білім алу деген сол бір мектеппен, сол бір университетте алған білім емес. Білім күнделікті өміріңізде болу керек, ұштасып отыру керек. Себебі уақыт өзгерген сайын, жылдар өткен сайын оны жаңартып тұру керексіз. Яғни әрбір жетістікке жету үшін ол білім қажет. Адал еңбек ету үшін де біліміңіз қажет, қажырлығыңыз қажет, және тек адалдық болу керек деп ойлаймын. Білмеймін, енді өзім солай жұмыс жасаймын, және өзім сондай кеңес беремін. Қазіргі оқушыларда мамандық таңдаудан кейде қателесіп жатады, немесе қандай мамандық таңдасам екен деген сондай оймен жүреді. Ал біздің заводта ол үлкен мүмкіндік бар. Яғни біз балаларды, оқушыларды, студенттерді шақырып экскурсия жасатады. Қандай мамандықтар бар, жалпы өндірісті көрсетеді деген сияқты. Қазіргі жастарға айтарым, білім, тек қана білім. Және өзіңіздің таңдаған таңдауыңызға адал болу керек. Әрине, кез келген мамандық өз тарапынан мемлекетке деген өзінің үлесін қосады. Дегенмен мен өндіріске келдім. Яғни біздің күнделікті шығарылып жатқан феррохром металлымыз ол шет мемлекетке сатылып жатыр, яғни біз экспорттап жатырмыз. Яғни ол үлкен қыруар ақша. Ол дегеніміз облыс болсын, Қазақстан экономикасына өте үлкен үлес қосуда. Және сол үлестің сәл болса да, кішкене болса да үлесі менің де бар.